сөйлейік аудио бағдарламалар циклі біз жалғастырамыз. Анар ханым, енді жеке сөздердің айтылу нормаларына тоқталсақ. Бұл да өте қажет дүние қазіргі таңда. Өте қажет. Біз осы алдыңғы бір курсымызда айттық қой деймін. Бүкіл жеке сөздердің айтылу нормасын сіздер орфоэпиялық сөздіктен таба аласыздар. Енді бүкіл деп артық айтып жүрген шығармын, бірақ қазіргі әдеби тілдегі көп сөздің айтылу нормасын таба аласыздар. Дегенмен де осы бағдарламаны пайдаланып, қазіргі кезде жастардың арасында, әсіресе қала жастарының арасында, біздің көтеріп отырған проблемамыз бәрі қала жастарына қатысты. Ауылдан келген жастардың тілінде бұндай нормадан ауытқушылығы өте сирек кездеседі. Сол проблеманы айтсақ деп отырмыз. Мысалы, жеке сөздерді айтқан кезде бір теріс құбылыс бар. Ол орыс тілінің әсерімен қазақ тіліндегі дыбыстарды дұрыс айтпау. Бұны енді ғылымда интерференция дейді. Бұған арнайы біздің бір аудио курсымыз дайындалады алдағы уақытта. Дегенмен де алдыға шығып кетіп, осы интерференцияның кесірінен болған дұрыс сөйлемеудің бір мысалдарын келтірейік. Қазіргі кезде отбасы деп сөйлейді. Оды басы деп. Анау Б дыбысы ұяң болғандықтан, от дегендегі қатаң тыны оны да ұяң қылдырып д қылдырады. Бұны енді ғылым тілмен айтсақ, бұл регрессивті ассимиляция дейді, яғни кейінгі тұрған дыбыстың алдыңғы тұрған дыбысқа еткен әсері. Регрессивті ассимиляция қазақ тілінде бар. Қазақ тілінде бар. Бірақ ол белсенді емес. Ал орыс тілінде ол өте белсенді. Қазақ тілінде керісінше прогрессивті ассимиляция белсенді. Яғни алдында тұрған дыбыс кейінгі тұрған дыбысты өзіне бағындырады. Сондықтан отбасы емес, отбасы. Дұрыс айтасыз. Отбасы болу керек. Оны былай десеңіз. Т мен П екеуі де Б дыбысы Т-ның әсерінен қатаңданып айтылады. Осындай процестер сөйлеу барысында ауызша сөз кезінде тіпті тіс қаққан журналистеріміздің кейбір сөздерінен кездесіп қалады. Мысалы, көп деңгейлі деп айтып қалады. Көп деңгейлі болу керек. Сонан кейін тағы да мынау О деген бағана алдындағы курсымызда біз дыбыстардың сыры дегенде осы мәселені айтпай кеттік. Қазақтың осы мен орыстың осы бірдей емес. Орыс тіліндегі О фонемасы, негізгі дыбысы сөздің ішінде екпіннің қатысына қарай. Екпін түспесе А сияқты айтылады. Екпін түспеген жерлерде О жазамыз, бірақ А сияқты айтылады. Осыны әкеледі интерференцияның әсерімен енді орыс тілінің процестерін қазақ сөзіне әкеп салады да, мысалы, отанды атан дейді, олжасымызды алжас дейді. Осындай құбылыстардан сақ болуымыз керек. Сонда жеке сөздердің нормасы дегенде осы бір дыбыстық модификация дейді. Дыбыстардың бірін-бірі жақсы көруі, бірін-бірі өздеріне қарай икемдеп алуы деген процестерді біз жақсы білуіміз керек. Тілді үйренем деушілер, тілді үйреніп жүргендер, тілді білетіндердің өздері де осыған анда-санда зер салып қою керек. Мысалы, дүйсенбі, сейсенбі, бейсенбі деп тіпті осындай Н мен Б-ның тіркесі келген жерлерде қазақ тілінде сөйлеушілердің өзі де өстіп қолданып жатады. Бірақ Б тұрған жерде оның алдындағы Н әрқашанда Б-ға ұқсап, Б қос ерін ғой, қос ерін дыбыс, екі ерініңіз бірге жабысады. Н сол Б-ға ұқсайым деп, ол да қос ерін М-ға айналады. Сенбі, жексенбі, дүйсенбі деп айту керек. Анар ханым, енді мысалдар көп қой. Тағы бір мысалын айтып жіберсеңіз. Енді бір ерекше мысал, әсіресе мына әншілердің тілінен көп кездестіреміз. Қазіргі біздің әншілеріміз махаббат туралы жырлағанды жақсы көреді ғой. Сондағы ең көп қолданатын сөз жүрек туралы айтсақ. Жүрек дей ма? Соны жүрек дейді, дұрыс таптың. Жүрегім мен егізбеді дейді. Оның барлығы қазақша сөйлейтін, қазақ сөзін тыңдап үйренген құлақтың ешқандай құрышын қандыра алмайды. Сол бір үрдісі бір әнші қалыптастырып кетті деймін. Барлығы дерлік сол жүрек деп кетті да, бір ерекше естілетін шығар. Құлаққа түрпідей тиеді. Бұл немен байланысты? Бұл қазақ сөзінің айтылу нормасындағы бір құбылыс сингармонизммен, соның ішіндегі еріндік сингармонизммен байланысты. Яғни қазақ сөзінің бірінші буында еріндік дыбыстар қолданылса, екінші буында тұрған е, дыбыстары, олар да еріндік айналады. Мысалы, жүрек болады. Жүрегім мен егізбеді айтатынымыз осы. Одан кейін тағы да бір мысал келтірейін. Жұлдыз деген сөзді де жұлдыз емес, жұлдыз. Ол болып кетеді. Еріндік сингармонизм, бірақ бұны жазуда біз көрсетпейміз, өйткені бұл біздің тілімізде қырғыз тіліндегідей мағына ажырататындай деңгейдегі
құбылыс емес. Бізде ол тек айтылудағы орфоэпиялық норма саналады. Жұлдыз, құндыз, Иә, жұлдыз, құндыз ол бірінші, екінші буында айқын көрінеді, үшінші буында әлсірей бастайды. Мысалы, көбелек төрімізге деп айтпаймыз. Ол қырғызша айтылып жатқан сияқты. Иә, бірінші, екінші буында көбелек деп айтамыз да, ары қарай ол қайтадан езулікке айналып кете береді. Көбелек терімізге. Жақсы, рахмет. Вики білім қоғамдық қоры. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитеті тапсырысы бойынша дайындалған. Алматы қаласы 2015 жыл.